су туралы айтамыз. Су өте маңызды. Балалар, суды біз қайда қолданамыз? Сусыз адамдар, жануарлар, өсімдіктер өмір сүре алмайды. Біз сумен шомыламыз, тамаққа қоямыз. Сондықтан суды тіршілік көзі деп атаймыз. Балалар, суды үнемдесек, табиғатты қорғаймыз. Біз суды қалай үнемдесек болады? Суды босқа төкпеу керек. Тісті жуғанда кранды жауып жүру керек. Табиғаттағы суды ластамау керек. Лас суды тазалап өсімдіктерге пайдаланамыз. Балалар, біз алдымыздағы лас суды олай болса, осы тазарту құралынан өткізіп, тазалайық, сүзгіден өткізіп. Сендердің алдарында сүзгі тұр. Осы сүзгіні дұрыс құрастыра отырып, суды тазалайық. Су тастан, көмірден, құмнан бірнеше қабатынан тазарып ағады. Жарайсың, балалар, олай болса, дұрыстап құрастырып, суымызды тазартайық. Балалар, бізде осы тазартып алған суымыз ішуге жарамсыз. Осы суымыз тазарып, бұл суды біз балықтарға, өсімдіктерге қолданамыз. Аквариумға не саламыз, балалар? Тас, теңіз қабықшықтарын, және су өсімдіктерін саламыз. Аквариумдағы су айналымын реттеп отыру үшін, балалар, бізде астында шүмек бар екен, қараңдар. Осы шүмек арқылы суды ағызып, бізде балықтарға ешқандай зиян келтірмей суды ағызып алады екенбіз, тазартып отырамыз. Және осы суды өсімдіктерге пайдалансақ болады. Балалар, суды үнемдеп, біз ешқандай ысырап жасамай, осы суды өсімдіктерге қолдансақ болады екен. Жаратып суғару әдісін өсімдіктердің тікелей тамырына жеткізеді. Сондықтан олар жақсы өседі. Су өте үнемді. Су өте үнемді жұмсалады. Су өте үнемді жұмсау үшін, суды үнемді жұмсау үшін біз балалар тамшылатып суғару құралдарын орналастырайық. Балалар, сендерге көбірек не ұнады? Маған балықтарға күтім жасаған ұнады. Маған тамшылатып суғару әдісі ұнады. Біз не үшін суды үнемдеуіміз керек екен? Балықтар, ағзалар, адам, жануар, өсімдік сусыз өмір сүре алмайды. Жер бетінде су көп болғанымен ішуге жарамды таза су өте аз. Сондықтан суды біз үнемдеуіміз керек. Су өте маңызды, тіршілік көзі деп атаймыз, балалар? Балалар, бүгінгі тәжірибеге қатысқандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.